Бұл бейне жазбада мен Бауыржан Момышұлының «Ұшқан я» романынан үзінді туралы айтамын. Нақтырақ айтқанда, Бауыржанның туыстары Айша, Жантөре, Болат және Асқар ауылға келген жері туралы айтамын. «Ұшқан я» шығармасында Бауыржан Момышұлы өзінің Айша әпкесінің ауылға келуін суреттейді. Айша, әкесі Момыш пен көкеркесі Момынқұлдың ең үлкен әпкесі. Ол Момыштан 10 жас үлкен және ұзақ уақыттан бері ауылға келмеген еді. Айша жалғыз емес, күйеуі Жантөре, ұлдары Болат және Асқармен бірге келеді. Жантөре. Басында сұр елтірі бөркі бар. Екі беті қарттай, аппақ сақалды, әдемі шал ретінде сипатталады. Ол өзінің тұңғыш ұлы Болатпен бірге аты шыққан көкпаршылар болған. Әңгімеде олар ақыл өлетін екінші көкпарда ерекше көзге түседі. Жантөре 14 жасында үйленген, ал бірінші әйелі 13 жасында Болатты туған екен. Жантөренің марқұм бәйбішесі Аққұлдың немере қарындасы болғандықтан, Болат Аққұлға жиен болып келеді. Болат сирек, ақ сақалы бар, қара торы, сұңғақ бойлы шал. Жантөренің бірінші әйелі ол 16 жасқа толғанда қайтыс болып, оны екінші рет 17 жастағы Айшаға үйлендірген. Олардан Асқар туған. Бауыржан Асқарды мұрынды, жұқа ерінді, қысық көз, қола түстес өңді, сопақша жүзді, өріндей жігіт деп суреттейді. Асқар да мықты көкпаршы болғанымен оқиға барысында үнсіз қалады. Бауыржан Айшаны келте мұрын, сүйір-иек, ақсұр, сұрықсыз кемпір деп сипаттайды. Туған ауылында жүргенде Айша барлығына бұйрық беріп, бәрін бақылай бастады. Мұнысын ол осы үйдің тұңғыш перзентімін деп түсіндіреді. Ол әзілдеп, күйеуіне өзі туған үйінде болғандықтан, оны қалыңдық деп атауды айтты. Мағаған Айшаның мінезі қыз тумасты еске түсірді. Ол қалжынды сүйетін, адамдарды басқаруға бейім, өте қайсар әйел. Бауыржан Айша әпкесін онша ұнатпаған сияқты. Себебі Айша оның атын ұмытып қалып, балаға аса назар аудармайды. Есесіне Айша інісі Момышты, Бауыржанның әкесін қатты жақсы көреді. Бауыржанның әкесі де оны қамқоршым деп ерекше құрметтейді. Мүмкін Айша бала кезінде Момышпен жиі ойнаған шығар. Ол әлі күнге дейін Момышқа кішкентай балаша қарайды. Келген бойда Айша сыйлықтар таратты. Ал Момышқа ең қымбат сыйлығын өз қолымен тіккен қара көл құлақшынды кигізеді. Айша әпке Момынқұлға қатты ашуланды. Аққұл келіп, өзінің келінімен және Момынқұлмен болған мәселені айтқанда, Айша бірден Момынқұлға дүрсе қоя берді. Оны ия бұзған шірік, ұятсыз деп сөгіп, киіз үйден қуып шықты. Бауыржан көкесін қатты аяды. Момынқұл ауланың ортасында мең-зең болып, алысқа қарап тұрды. Момынқұл әкесінің буынындағы ең кішісі. Момынқұлды анасы да, Серкебай да, тіпті үлкен ағасы Момыш та жиі ұрсатын. Бауыржан кішісінің тағдыры осындай болғанын айтты. Қазақ халқында үлкендерді құрметтеу туралы, еңбегіне қарай құрмет, жасына қарай ізет деген мақал бар. Момынқұл ренжігенімен әпкесіне ештеңе айтқан жоқ. Бұл оның оған деген ізетін көрсетеді. Айша әйелді жамандаған Аққұлды да сөгіп тастады. Ақыры ол Момынқұлды және оған айтқан сөздерін есіне алды. Содан кейін Айшаның өзі жылап жіберді. Момынқұл қайта кіргенде әпкесі одан шай құйып беруін сұрады. Шай құйғызу арқылы ол інісінен үнсіз кешірім сұрағандай болды. Бірақ оның даусында бәрібір өзінің дұрыстығы және үлкеннің ісін кішілер талқыламауы тиіс деген қаталдық жатты. Бұл үзінді Бауыржанның жаңа туыстарын Айша, Жантөре, Болат және Асқарды таныстырып, қазақ отбасындағы туыстық қарым-қатынастың қандай болатынын айқын көрсетті.